Құрметті оқушым, міне бүгін біз сенімен математикадан 113-ші сабаққа келіп жеттік. Сабақтың тақырыбы қымбат, арзан. Бұл сабақта сен нені үйренесің бүгін? Бүгін сен осы қымбат, арзан деген ұғымдармен танысатын боласың. Ендеше бірінші тапсырманы оқиық. Сырым мен Әлияда 100 теңгеден бар. Сырым 2 тауар, ал Әлия 3 тауар сатып алды. Балалар қандай тауарлар сатып алуы мүмкін? Суретте көріп отырғанымыздай, Сырым мен Әлия базарға келді. Онда жемістер мен көкөністер сатылады, иә? Енді бізге былай дейді: Сырымның қолында 100 теңге бар, Әлияның қолында 100 теңге бар дейді. Сырым 2 тауар алды, ал Әлия 3 тауар сатып алды дейді. Балалар қандай тауарлар сатып алуы мүмкін? Нұсқаларын қарастырып көрейік. Мысалы, сырымнан бірінші бастайық. Сырым нені алуы мүмкін? Сырым бананды 2 зат алды деді ғой. Банан алуы мүмкін және өзіне картоп алуы мүмкін. Есептеп көрейік. Сырым қанша теңге жұмсады? Банан 80 теңге тұрады, картоп 20 теңге тұрады. Яғни сырым 100 өзінің қолында бар барлық 100 теңгені жұмсады. Ал енді Әлия 3 тауар сатып алды дейді. Әлия қандай заттарды алуы мүмкін? Айталық, Әлия өзіне сәбіз, ол да картоп алсын үйіне, және жүгері алды. Есептейік. Картоп 20 теңге тұрады, сәбіз де 20 теңге тұрады, жүгері де 20 теңге тұрады. Әлия қанша теңге құртты? 20, 40, 60 теңге құртып тұр. Ал енді қарай ғой. Кім көп ақша жұмсап тұр? Сырым 100 теңге жұмсаса, Әлия 60 теңге жұмсаса, балалардан қайсысы артық ақша жұмсап тұр? Әрине, сырым қолында бар барлық 100 теңгесін жұмсап тұр. Неге? Өйткені сырымның алған заттары қымбат. Банан 80 теңге тұрады, иә? Заттардың біреуі қымбат. Банан 80 теңге тұрады бұл жерде. Ал Әлияның жұмсаған ақшасы аз. Неге? Ол өйткені ең арзан заттарды алды. Міне бұдан шығатын қорытынды қандай? Жалпы біздің мына айтып тұрған 20 теңге, 30 теңге, 40, 80 теңге деп жазылып тұрған мынаның барлығы бұл заттың құны, иә? Құны деп тұрғанымыз біздің сол затты алғаннан кейін төлейтін ақшамыз. Кейбір затқа біз көп ақша төлеуіміз мүмкін. Кейбір затқа біз аз ақша төлеуіміз мүмкін. Көп ақша жұмсасақ, ол зат қымбат деген сөз. Ал аз ақша жұмсасақ, ол зат арзан деген сөз. Яғни, қымбат заттардың бағасы арзан заттардың бағасынан жоғары болады. Ал арзан заттардың бағасы қымбат заттардың бағасынан кем болады. Осыны есіңде сақта. Келесі бетті ашайық, оқулықтың 107-ші бетін. Сонымен енді тапсырмаларды орындауға кірісейік. Екінші тапсырмада былай дейді: өрнек құрастырып, оның мәнін тап. Қай тауарлар қымбат? Қайсысы арзан? Қаншаға қымбат, қаншаға арзан дейді. Екі бағанды бірден қарастырып, солай жасап көрейік біз. Екінші тапсырма. Екі бағанға бөліп есептейік. Бірінші бағанда жүгері, қияр және алма тұр. Бұл үш затты алу үшін біз қанша теңге төлейміз? Ол үшін олардың бағасын қосайық. 20 мен 10-ның қосындысы 30-ға тең, 30 мен 30-ның қосындысы 60-ға тең. Яғни, жүгеріні, қиярды, алманы алу үшін біз 60 теңге төледік. Енді екінші бағанға қарайық. Апельсинді, бұрышты және мынау редиска деп айтамыз, біз қарапайым тілде, ауызекі тілде. Алу үшін біз қанша теңге жұмсаймыз? Ол үшін 40 теңгеге 20 теңгені қосамыз.
60 теңге, 60 теңгеге 30 теңгені қосамыз, 90 теңге. Теңге жұмсадық. Міне. Енді қай бағандағы заттар арзан? Қай бағандағы заттар қымбат? Оны біз қалай анықтаймыз? Ол үшін біз төлеген ақшамызға қараймыз. Қай заттарды алған уақытта біз көп ақша жұмсадық? Иә, біз екінші бағандағы заттарды алған кезде біз көп ақша жұмсадық. Сондықтан да бұл көкөністер, бұл жеміс апельсин мен көкөністер артық, иә? Енді қаншаға артық екенін анықтаймыз. Артық немесе кем санды табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 90 мен 60-тың айырмасы 30-ға тең. Сонда бірінші бағандағы заттар екінші бағандағы заттардан 30 теңгеге кем. Ал екінші бағандағы заттар бірінші бағандағы заттардан 30 теңгеге артық. Яғни 30 теңгеге қымбат болып тұр. Келесі, үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада 4 теңдік құрастыр дейді. Яғни біз азайғышты мұнда кез келген санды қоямыз, азайтқыштан кез келген санды таңдаймыз, және айырманың мәнін сәйкесінше есептей отырып таңдап 4 теңдік құрастыруымыз керек. Ендеше бастаймыз. Бірінші 10-нан азайтайық. 10 азайту. Азайғышымыз 10 болса, азайтқышымыз 9 дейік. Айырманың мәні 1-ге тең. Келесі. Азайғышымыз 9, азайтқыш 4 делік. Айырманың мәні 5-ге тең. Үшінші теңдік. Азайғышымыз 8, азайтқыш 2, айырманың мәні 6-ға тең. Және төртінші теңдік, тағы да 10-ды алайық. Азайғышымыз 10 болсын, азайтқышымыз 3 болса, айырманың мәні 7-ге тең. Осы сияқты өзің кез келген 4 теңдік құрастырсаң болады. Келесі соңғы 4-ші тапсырмада есепте дейді, досыңның есептегенін тексер дейді. Бұл жерде сыныпта отырғанда немесе үйде мүмкіндік болса, үйдегі баламен бірге есептеуге болады. Екі жақтан есептеп алып, дәптерді алмастыра отырып, бір-бірлерінде тексерсеңдер болады. Ендеше есептеп көрейік. 100 бен 100-дің айырмасы 0-ге тең. 60 пен 40-тың айырмасы. Бұны табу үшін сен 6 ондықтан 4 ондықты азайт. 6 мен 4-тің айырмасы 2-ге тең, 2 ондық. 2 ондық дегеніміз бұл 20. 0-ді тіркейміз соңына. Міне осылай есептейміз. Ал 60 пен 40-тың қосындысын табу үшін дәл солай біз 6 ондыққа 4 ондықты қосамыз. 6 ондыққа 4 ондықты қосақ 10 ондық, я? Және мұндағы 0 бірлікті тіркейміз. Сонда 100 шығады. Келесі. 70 пен 20-ның қосындысы дәл жаңағындай ондықтарды қосамыз. 90-ға тең. 70 пен 20-ның айырмасы ондықтардан азайтамыз. 50-ге тең. 80 мен 10-ның қосындысы ондықтарды қосамыз. 90-ға тең. 50 мен 30-дің қосындысы 5 ондық пен 3 ондықты қосасын 8 ондық және 0 бірлікті тіркейміз. 60 пен 30-дің қосындысы 90-ға тең. 70 пен 30-дің айырмасы 40-ға тең. 40 пен 20-ның айырмасы 20-ға тең. 90 мен 40-тың айырмасы 50-ге тең. 20 мен 40-тың қосындысы 60-ға тең. Міне осылай ондықтарға ондықтарды қоса отырып, ондықтардан ондықтарды азайта отырып, өрнектердің мәнін табуға болады. Оқулыққа берілген тапсырмаларды орындадық, енді жұмыс дәптеріне көшейік.
Жұмыс дәптерінде бұл сабаққа 2 тапсырма берілген екен. Алғашқы тапсырмадан бастаймыз. Бірінші тапсырманың берілгені. Сана және жас. Суретте нені көріп тұрсың? Суретте біз әмиянды көріп тұрмыз, кошелек. Ендеше, мына бос тор көздерді қазір толтыратын боламыз. Бірінші сұрақ. Әмиянда қанша монета бар? Монета мен теңгені салыстырмаймыз. Әмиянда қанша монета бар? Санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Әмиянда 6 монета жатыр. Енді мына жерде әмиянда қанша теңге бар екен табамыз. Бұл жерде біз монеталарды қосып шығамыз. 10 теңгелік монетаға 20 теңгені қосамыз. 30 теңге, 30 теңгеге 10 теңгені қосамыз. 40 теңге, 40 теңгеге тағы 5-ті қосамыз. 45, 45-ге тағы 5-ті қосамыз. 50 теңге. 50-ге мына 50 теңгелік монетаны қосамыз. 100 теңге болды. Яғни әмиянда 100 теңге жатыр екен. Артық сызбаны өшіріп қоямын. Сен дәптеріңе тек қана сұрақтарға жауап жаза қой. Келесі тапсырма, екінші тапсырма. 100 теңгеге сатып алуға болатын 2 затты жасыл түспен, ал 3 затты қызыл түспен қоршапсыз дейді. Яғни біз қолымызда 100 теңге болатын болса, біз оған 2 зат немесе 3 зат сатып ала алады екенбіз. Қай кезде біз 2 зат ала аламыз? Егер де біздің алып жатқан заттарымыз қымбат болса, біз оған көп ақша жұмсайтын болсақ, біз 2 зат қана ала аламыз, Ал егер біздің алатын заттарымыз арзан болса, біз онда көбірек зат сатып ала аламыз 100 теңгеге. Ендеше тапсырманы орындайық. Қолымызда 100 теңге бар. 2 зат алу үшін біз қымбат заттарды таңдаймыз. Ішіндегі ең қымбат. Мысалы, лимон алуымыз мүмкін, және қызанақ алуымыз мүмкін. Міне, 2 зат қана алдық. 60 пен 40-тың қосындысы 100-ге тең. Біз 100 теңгені жойдық. 2 затты жасыл түспен қорша деді, Мұнда жасыл түспен қоршап қоясың. Бұлайынан қоршайық қазір қайтадан. Міне, лимон және қызанақ. Екеуіне біз 100 теңге жұмсадық. Міне. Енді біз арзан заттарды таңдай отырып, 3 зат сатып алып көрейік. Оларды қызылмен қоршаймыз. Сонымен, бұл жерде біз қызанақтың бағасы 40 теңге, сол 40 теңгеге арзан нәрседен 2 зат сатып аламыз. Оның жартысына 20 теңгесіне біз алмұрт сатып аламыз, және тағы бір 20 теңгесіне біз қызылша сатып аламыз. Сонымен қатар, мысалы, тағы да лимон немесе орам жапырақ сатып алуымызға болады. Бұл жерде тура 100 теңгені құрту үшін біз тағы да лимонды белгілейік. Яғни 100 теңгеге арзан заттарды таңдай отырып, біз 3 затты сатып алдық. Ол заттарымыз лимон, бір қымбат зат, және 2 арзан зат, алма мен қызылша. Мұнда да біз 100 теңгені құрттық. Міне бұл тапсырманы осылай орындайсың. Яғни, біз дүкенге барған уақытта қолымыздағы ақшамызға көп зат алуымыз немесе аз зат алуымыз өзімізге байланысты. Біз бағаларын қарай отырып, салыстыра отырып, арзан заттарды алсақ, көп зат аламыз. Егер қымбат заттарды ғана алатын болсақ, біз онда аз зат аламыз, бірақ көп ақша құртады екенбіз. Сондықтан да дүкенге барған кезде ақшаңды есептеп, не алатыныңды ойластырып, бағасына қарап алғаның жөн болады.
Міне 113-ші сабақты осымен аяқтадық. Келесі сабақта кездескенше.